Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видео күнделігімнің 57-ші күні. Бүгінгі салмақ 105-7, да, 105-7, кажется. Бүгін таңертең тұрдық та, бүгін жаттығу план кештен жасаған жоқпын, өйткені пляжға барып суға түсем деп ойладық. Біздер неге жүзем деп ойладым, сол себеп жаттығу жасаған жоқпын. Таңертең шықтық, ешқандай қабалты дейін деп таңғы ас ішкен жоқпын. Ішкен жоқпыз отбасымызбен. Орамалдарымызды, кремдерімізді салып алдық та шығып кеттік. Пляж бізге өте жақын. Енді баламен жүрсең 10 минутта барасың, бірақ өзіңіз жүрсеңіз тез барамыз ғой, 6-7-де өзің жүрсең. Сол барды суға түстік, 3 сағат суға түстік, көп суға түстім. Қарайып кеткен боларым, көріп тұрған шығарсыздар. Жайлап уже жазбасаға қарай батырмын. Крем жақсамда да, енді күн ыстық қой, енді былай қарасаңыз сағат 12-1-ге дейін барып келеміз. Обычно күтіс қайта уже 1:30-нан кейін қатты ысып кетеді. Ол кезде уже пляжға бармаймыз біздер. Соның өзінде таңертеңгі ыстықта, таңертең бізде ерте шығып бардық 8:30-да. 1-ге дейін жүрдік, неше сағат жүрдік, 4 сағат жүрдік қой почти, да? Сол үшін сол жерде кішкентай бір не бар, магазин бар. Бір жағы магазин, бір жағында тамақ сіздерге мангалға тамақ пісіріп береді. Сол жерден дейтін жолдасым шай, сосын тост жасап әкеліп берді. Тост маған сырмен, өздерінен колбаса, турецкий колбасасымен. Мен сол сырмен иток көп жеген жоқ, өткен нан үлкен болды да, сол үшін кішкентай жедім, сосын шай іштім. Су іштім болды, қалған уақыттарда жүздім, баламмен жүздім. Сол ешқан жерде ештеңе түсірген жоқпын, өйткені мен пляжға барғанда көбіне, пляж, детский площадкаға барғанда көбіне мен сотканы алмауға тырысам. Өйткені пляжда ұрлап кетеді деп қорқам. Сосын детский площадкада алаңдағым келмейді да, баламен жүргім келеді. Сол үшін түсірмеймін далаға шыққандарымды сізге. Бір жағынан мына видео күнделік салмақ тастау жөнінде болғасын, даладан көп түсіргім келмейді. Сол үшін мен ол жерде түсірген жоқпын, бірақ күшті ол жүзіп қайттық. Таңертеңгі немді түсіре алған жоқпын, сол себепті пляжда да жаңағы нені де жеген тамағымды. Қазір енді қарбыз жейін деп жатырық, сонда көрсетем. Сағат 1:30. Кешкі асымды сізге көрсетемін. Мен бірге арықтаңыздар, мен бірге салмақ тастаңыздар, мен бірге болыңыздар. Пока-пока. Мынау менің қазіргі түскі асым, теңізден келіп ішіп отырған. Тек қарбыз жеймін. Кешке көреміз не жейтінімізді. Гречка бар, гречка жейтін сияқтым, қасына бір жұмыртқа қайната қоямын. Бірдеңе пісіргім келіп тұрған жоқ, бір күн істеп жүріп, қиналып, бірдеңе пісіріп сөйтін уақытын өткізгім келіп тұрған жоқ. Сол себепті жеңіл-желпі осылай ішеміз. Мен бірге болыңыздар, мен бірге арттаңыздар. Қайырлы кеш достар, мынау менің кешкі асым. Негізі балық болмайды, қуырылған духовкада болады. Бірақ мен бүгін балық жегім келіп кетті, сосын балық заказ беріп, үйдің астында балық қуырып береді. Сіздің көзіңізше сразу соны алып жейін деп жатырық. Гречка жеймін деп ойлаймын, мен гречка жемейтін болдым. Сол бүгін балық жегіміз келіп кетті. Сол бірақ біліп жүріңіздер, негізінде болмайды, қуырылған балық духовкада болады. Сол қарағандарыңызға рахмет. Пока-пока, ертеңге дейін көріскенше.